Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен әрдайым өзімнің жасап жүрген езілмей дәмі де керемет болып шығатын палауымның құрамымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеомды соңына дейін көріп каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен осылай сары сәбізді жақсылап жуып тазалап ұзынша етіп турап аламыз. Егер сары сәбіз болмаған жағдайда қызыл сәбізбен жасай берсеңіздер де болады. Барлығын жуып тазалап екеуін теңдей етіп турап алдым. Одан соң пиязды да турап майымызды қызып тұрған қазанымызға құйып аламыз. Мен 1 кило палау дайындағандықтан 4 ожау май құйып, етімізді осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, қып-қызыл етіп жақсылап қуырып алдым. Одан соң үстінен пиязымызды салып аламыз. Неғұрлым пиязы көп болған сайын тамақтың дәмі соғұрлым әдемірек болады. Үстінен дайын сәбізімізді салып аламыз. Мен 1 кило палауға 1 кило сәбізді турап алдым. Одан соң дәміне қарай тұз, лавр жапырағын және де палауға арналған мейізді қосып, барлығын жақсылап араластырып, сәбіздің суы шығып қуырылғанша солай қойып, одан соң күрішімізді дайындаймыз. 1 кило күрішті осылай суға жібітіп қойып, одан соң қуырылған осылай етіміздің үстінен 1 литр суымызды құйып қайнатамыз. Шамамен 30 минут немесе 40 минуттай қоямыз, сонда етіміз жақсы пісетін болады. Одан соң күрішімізді жақсылап жуып, крахмалы кеткенше 4-5 қайтара жуып, осылай суы тартылғанша кішкене 10-15 минуттай қоясыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай толық суы тартылады. Одан соң барлығын бір жерге жинап, осылай қасықтың көмегімен араларын ауасы шығу үшін кесіп, бетін салафанмен жауып қоясыздар. Отымызды ең баяу отқа қойып, 20-25 минуттай қойып қоямыз. Одан соң қасына қосымша ретінде осылай помидор мен қиярды турап салат жасап жібердім. Тамағымыз көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Езілмей барлық жері пісіп, керемет болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тағы да жақсы видеолармен бөлісетін боламын.